Сәлеметсіңдер ме балалар? Бізде сауат ашу сабағы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз әңгіме оқимын сөз. Бүгінгі сабақты оқулықтарыңдағы бірінші жаттығудан бастағым келіп тұр. Мәтінді мұқият тыңдайық. Есік алдында бір түйір бидай мен жүгері таласты да қалды. Мен ірімін, деді бидай. Жоқ, мен, деді жүгері. Айтыс аяқталмай қалды. Әтеш келді де екеуін де шоқып жеп қойды. Міне қызық, иә балалар? Енді осы мәтіннің ішінен бір ерекше жазылған сөзді байқап тұрсыңдар ма? Иә, ірімін деген сөз ерекше қарамен берілген екен. Балалар, ірімін деген сөзді қандай сөзбен алмастырсақ болады? Өте жақсы. Мен дәумін деп те айтса болады екен, иә? Тамаша. Ал енді үй құстарына жем шашып, бидай шашып бірге әндетейік. Қуыр қуырмаш, балапанға бидай шаш. Қуыр қуырмаш, әжең келсе есік аш. Қуыр қуырмаш, балапанға бидай шаш. Қуыр қуырмаш, қасқыр келсе мықты бас. Міне басты бас бармақ, қолдағы үлкен саусақ. Ол барады жылқыға, құлындарды бағуға. Балан үйрек саусақ, сиыр бақташқа ұқсас. Бұзауларға жол көрсет, ауылға кел берекет. Қуыр қуырмаш, балапанға бидай шаш. Қуыр қуырмаш, әжең келсе есік аш. Қуыр қуырмаш, балапанға бидай шаш. Қуыр қуырмаш, қасқыр келсе мықты бас. Алты үйге бар қара, ортан терек ойнама. Ботақандар жоғалса, әжелердің айғасы. Шылдыр шүмек асыға, қошақандарға қара. Қасқырлардан қорғап, қорағал кел жинап. Кішкентай бөбек саусағы, сенің жұмысың қайдағы? Менің тірлігім сондай, ойнап жүрмін шаршамай. Қуыр қуырмаш, балапанға бидай шаш. Қуыр қуырмаш, әжең келсе есік аш. Қуыр қуырмаш, балапанға бидай шаш. Қуыр қуырмаш, қасқыр келсе мықты бас. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыздың негізгісі ол мағынасы жуық сөздерді табу. Яғни кейбір сөздерді басқа мағынасы жуық сөздермен алмастыруға болады екен. Мысалы, зілдей. Қандай сөзмен алмастыруға болады деп ойлайсыңдар? Зілдей. Жақсы, ауыр. Зілдей темір, ауыр темір. Мағынасы бір. Бірақ жазылуы әртүрлі. Келесі, суық. Суық, балмұздақ. Мысалға, тағы да суық мұздай. Сәлемдесу. Кәнеки кім айтып көреді? Өте жақсы, амандасу. Әдемі, сұлу. Тағы қандай сөзбен алмастырсақ болады? Сұлу. Көркем. Жақсы, тағы да көрікті. Өте жақсы, жарайсың. Үшінші жаттығу, өлеңді көшіріп жаз. Сүт. Май алады сүттен, құрт алады сүттен, сүт алады молырақ, малын баптап күткен. Балалар, ұмытпай өлең жолдарын жаттап аламыз. Төртінші жаттығу маған қызық болып тұр. Қаймақ сөзіндегі әріптерді пайдаланып, сөздерді жаз. Яғни біз қаймақ сөзінде қандай әріптер бар? Сол әріптерді ғана пайдалануымыз керек. Мысалға, қаймақ бірінші сөз 1, 2, 3, 4, 5. 5 әріптен тұратын сөз екен. Қандай сөз құрастырсақ болады? Менің ойыма бір сөз келіп тұр. Аймақ. Ай-мақ. Тамаша. Келесі. Ойланып көрейік. Жақсы. Келесі.
Жарайсыңдар. Содан кейін өте жақсы. Сендер өте көп сөз құрай алады екенсіңдер. Сабақ аяқталды. Жақсы, сау болыңдар.